Сәлем балалар! Математика сабағынан 99-шы сабақ «Сен не білесің?» тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырма қарайықшы. Бірінші тапсырмада амалдардың белгісіз компоненттерін ата деді. Балалар, бірінші амалға қарайық. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші амалда қосу амалы бар екен, Жақсы. Қосылғыш, қосындының мәні. Яғни бұл жерде бізде екінші қосылғыш белгісіз екен. Жақсы, балалар. Балалар, екінші қосылғыш қандай сандар деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. 3 деген сан, жарайсыңдар. Яғни біз екінші қосылғышты табу үшін 8-ден 5-дің айырмасын анықтадық. Сонда екінші қосылғышымыз бізде 3 шықты. Келесі, балалар. Келесі есепте бізде азайту амалы берілген екен. Балалар, азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Балалар, біз бұл жерде азайғыш табуымыз керек. Жақсы, біз балалар азайғышты табу үшін айырманың мәнін азайтқышқа қосамыз. Сол кезде азайғыш шығады. Яғни бізде азайғышымыз 8-ге тең. 8 азайтылған 3, мәні бізде 5-ге тең. Жақсы, жарайсыңдар. Екінші тапсырмаға қарайық. Кесте бойынша өрнектер құрастыр, олардың мәнін тап. Қосылғыш, қосындының мәні. 8-дің 2-ге қосындысының мәні, балалар, нешеге тең? Жақсы, жарайсыңдар. 10-ға тең. 50-дің 10-ға қосындысының мәні, балалар, 60-ға тең. Жарайсыңдар. Келесі азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Келесі азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Яғни бізде бұл жерде азайғышымыз 6-ға тең, азайтқышымыз 3-ге тең. 6-ның 3-ге айырмасы бізде, балалар, 9-ға тең. Жарайсыңдар. 100-дің 70-ге айырмасының мәні, балалар, бізде 30-ға тең. Жарайсыңдар, балалар. Келесі, балалар, үшінші тапсырмаға қарайық. Үшінші тапсырмада бізде теңдеулерді шеш делінген. Бірінші теңдеуге қарайық. Белгісіз санымыз, яғни x қосылған 3, мәні 10-ға тең. Келесі 60 азайтылған x тең 40-қа тең. Ал енді теңдеулер шешейік. X қосылған 3 тең 10. X тең 10-нан азайтамыз 3-ті. X бізде 7-ге тең. 7 қосылған 3 тең 10-ға тең. Ал балалар 10-ға тең екен. Есебіміз дұрыс екен. Жақсы, келесі есепте балалар бізде 60 азайтылған x тең 40. Яғни біз бұл жерде азайтқышты табуымыз керек. Олай болса x тең 60 азайтылған 40. X тең бізде 20-ға тең. Жарайсыңдар, балалар. Енді тексеріп көрек. 60-тың 20-ға айырмасының мәні 40-қа тең. 40 тең 40-қа. Балалар, 4-ші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар дейді. Жүзу үйірмесіне 10 ұл мен 20 қыз қатысады. Үйірмеге барлығы неше бала қатысады дейді. Балалар, қысқаша шартын құрайық. Ұл 10, қыздан бізде қыз 20. Бізде барлығы белгісіз. Ал шешуін табайық. 10-ның 20-ға қосындысын есептейміз. 30. Жауабы үйірмеге барлығы 30 бала қатысады. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, келесі 5-ші тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырмада 4-ші есепке кері есеп құрастыр делінген. Балалар, бұл жерде біз ұл 10, қыз бала бізде белгісіз дейміз. Ал үйірмеге қатысқан оқушылардың саны бізде барлығы 30-ға тең. Шешуін анықтаймыз. Үйірмеге қатысқан барлық оқушылардың санынан ұлдардың санын азайтамыз. Сол кезде қыздардың нешеуі қатысқандығы шығады. Яғни 30-дан 10-ның айырмасы 20-ға тең. Жүзу үйірмесіне 20 қыз қатысады, балалар. Жақсы, келесі балалар бізде кері есеп
Ұлдар белгісіз, қыздар 20. Барлығы бізде 30-ға тең. Шешуін анықтайық, яғни 30-дың 20-ға айырмасының мәні бізде 10-ға тең. Жауабы жүзу үйірмесіне 10 ұл қатысады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі 6-шы есепке қарайық. 6-шы есепте есептеулерді тексер, қатесін түзет, дұрыс шешімін жаз дейді балалар. Енді бұл жердегі есептерді тексерейік. 50-дің 10-ға қосындысы балалар 60-ға тең бе? Я, дұрыс айтасыңдар, 60-ға тең. Жақсы. 90-ның 30-ға айырмасының мәні 50-ге тең бе балалар? Жоқ, 50-ге тең емес. Ойланайық. 90-ның 30-ға айырмасының мәні балалар бізде 60-ға тең. Жақсы, жарайсыңдар балалар. 70-тің 40-қа айырмасының мәні балалар 40 шығады ма? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бұл есепте қате екен, балалар. 70-тің 40-қа айырмасының мәні 30-ға тең. Жақсы, балалар, келесі есеп. 60-тың 40-қа қосындысының мәні балалар 90-ға тең бе? Жоқ, 90-ға тең емес, 100-ге тең екен, балалар. 80-нің 50-ге айырмасының мәні балалар 30-ға тең бе? Я, дұрыс айтасыңдар. Бұл есеп дұрыс екен, Келесі 50-дің 50-ге қосындысының мәні 100-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнаған болса, подписация етіп, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңдар балалар.